Қабір үстіндегі зұлмат. Зауал. Имақай басын көтергенде ай туып келеді екен. Орнынан тәлтіректеп тұрған ол бейіт басынан үйіне қарай ілбіді. Әйелінің әлгіде айтқан сөздері маңдайға тиген соққыдан әрмен жанын қажап, көңілі құлазып, сүйретілген беті үйіне әзер жетті. Әлгінде әкелген қоян күптей болып есік алдында жатыр. Дереу кездігін алып қоянды соя бастады. Қоянды сойып біткен соң жарты етін қазанға салып пешке қойды, от жақты. Ет піскенше үйдің айналасын байқап таза баланы қарайлады. Бірақ әйелі көрінбеді. Әні-міні дегенше қоян еті де пісті. Піскен еттің біраз бөлігін әйеліне қалдырған Имақай аздап ауқаттанып алған соң түнделетіп тағы да әйелін тосып талайға дейін үйіне кірмей далада жүрді. Таза бала сол күні де одан кейін де үйіне оралмады. Имақай жаяу жалпылы аяқ жетер жерді шарлады. Бұрын баласын іздейтін еді. Енді оған әйелі қосылды. Өзі де тірі өлікке айналған. Ұйықтап жүргені де, ояу жүргені де белгісіз. Ақылынан адасқан жандай, әсіресе таза баланың ауыл тастай қашып, қаңғып кеткені жанына батты. Жалғыз ұлы ескені жоғалып кеткеннен соң, ес ақылынан адасқан жандай сенделіп қалған Имақай, тал түсте таза баладан айырылғанда жанын қоярға жер таппай, төңіректегі тау тасты шарлап, қатын баласын іздеп сандалып қалды. Тас қараңғы түн. Имақай аңшы темір қазықты маңдайға алып жүріп келеді. Кенет сондайдан жарық көрінді. Жарық болғанда да алаулап жанған жалынға ұқсайды. Бұл төңіректе ауыл жоқ еді, жарық қайдан шығып тұр деп ойлаған ол, содан соң ентігін басып тың-тыңдады. Қараңғы түн тырс еткен дыбыстанады. Шіркін-ау, бұл маңда не бар еді деп ойлаған Имақай есіне енді түсті. Бұл баяғы Төлжан байдың өзіне арнап салдырған моласы болатын. Ой атаңа нәдет сол екен ғой бәсе, деді ол күйіне сөйлеп. Сыртынан көргені болмаса, ішіне кірген емес. Төлжекең көзінің тірісінде өзіне арнап бейіт салдырып, тіпті қабірында қаздырып қойған деп жұрт айтатын. Ана жылғы қалың кәмпескеде Төлжанбай жер аударылып содан оралмаған. Жарықтықтың сүйегі қайда қалғаны белгісіз, сөйтсе де мына бейіт Төлжанның моласы атанып кеткен. Не болса да ана жарық соның ішінен шығып жатқанына Имақайдың енді шүбәсі қалмады. Баспалап моланың іргесіне жақын келді. Төрт құлақты жатаған бейіттің ішінен шығып жатқан оттың жарығымен қараңдаған адамның сұлбасы байқалғандай. Имақай бейітке бұдан әрі жақындауға жүрек сүнді. Қолында қаруы да жоқ. Басын қатерге тікпей күн жарықта келіп көрермін деп кері қайтты. Ол қыстауына таң сібірлеп атқанда келді. Үйіне келісімен қайнатып ақ су ішті. Қуыс үйде тіске басар ештеңе жоқ еді. Жер көкті жалмап жатқан аштық, мұның да арқасына аяздай батуда. Ақ су ішіп денесі сергіген Имақай көз шырымын алмаққа тас қораның төбесіне шықты. Әйелі жоғалып кеткелі, бойын қорқыныш билеген ол үйге түнеуден қашып, қораның төбесінен ұйықтайтын болған. Қазірде сойылын жастанып күпісін жамылған қалпы қисая кетті. Содан қанша ұйықтағаны белгісіз, күн арқан бойы көтерілгенде оянды. Дереу орнынан тұрған ол кешегі Төлжан бейітін бетке алды. Ауыл іргесіндегі жатаған төбені балақтап, Төлжан байдың моласына асығып келеді. Ерте заманда бұл өңірде арқарлар өріп жүруші еді. Қазір ғой арқар тұрмақ, саршынақта көрмейсің. Түндегі ізмен жүріп келе жатқан Имақай арқар қайда болсын бұл маңда. Ол тұрмақ, жыбырлаған жәндік қалмай барады деп ойлаған. Осы оймен ол бір қауым жерді жүрді. Демалып, кешегі Төлжанның зиратына да жетті. Бірден бейіттің ішіне кіруге тағы да тайсақтап, төрт құлақты моланың ішіне мойнын созып көз тастаған. Бықсыған оттың үстінде темір мосы, ненікі екені белгісіз шашылған сүйектер, оның бер жағында ақ шүберекке оралған домаланып бірдеңе жатыр. Басқасынан бұрын әлгі ақ шүберек көзіне оттай басылғаны сол-ақ екен. Имақайдың жүрегі солқ ете қалды.
Анау не шүберек? Соны білгенше асыққан ол моланың ішіне жұлқынған қалпы кіріп барды. Имақай отқа да, мосыға да, шашылған сүйектерге де көңіл қоймады. Бірден әлгі ақ шүберекке оралған затқа ұмтылды. Жүрегі өрекпіп, қолына алған жұмбақ затты көрмекке орауды аша бастаған. Сол сәтте кеудесін от қарығандай қолын әлгі нәрседен тартып алды. Әр жеріне қарайып қан қатқан, шет-шеті оюмен әдіптелген ақ шүберек анасының кимешегі екенін білген сайын жүрегі дүрсілдеп, тұла бойы мұздай жөнелгені. Алқынған кеудесі басылар емес, қолы қалтырап, ораулы затты ақырындап аша берді. Кенет ораудың ішінен қара шашы төгілген әйелі таза баланың кесілген басы шыға келгенде, Имақайдың екі қолы ербең етіп, жүзін от шарпығандай басы кеңжең ете қалды. Шошынғаны соншалық мелшиіп қалған екі көзі кесілген баста. Әйелінің аузы сәл ашылып, жұмылған екі көзі бұған тасырая қарап тұр. Мына сұмдықтан есеңгіреп қалған Имақай кенет екі қолымен басын тоқпақтап, аңырап аһ ұрды. Көз алдында тұман басып, үсті-үстіне өкіріп, деп талайға дейін өзіне өзі келе алмай итше ұлыды. Іші бауыры өртеніп бара жатқандай еді. Бұл қалай, бұл не деп сандырақтай сөйлеген ол, шашы бұрқыраған әйелінің басын қолы дірілдеп, кимешекке ебедейсіз ұрады. Онысын түсіріп алмайын деп, қалтыраған қолдармен кеудесіне қыса ұстап, орнынан көтеріле берген. Сол мезет өңіреген моланың босағасында жатқан тағы бір таныс нәрсені байқап қалғаны. «Өй, мынау!» деді даусы оқыс шыққан ол, көзі шарасынан шыға үрейленіп. «Бұл не?» Осы оймен әлгі затқа қолын созды. Онысы шибарқыттан тігілген көнетоз тақия, сол-ақ екен. Тұла бойы қалтырай жөнелді. Тақияны қолына алған кезде Имақайдың жаны алқымына тығылып, «Ойбай-ау, мынау менің баламның, ескенімнің тақиясы ғой, ескен жан, құлыным» деп апалақтап, жан-жағына жалтақтаған Имақай. «Бұл қайдан келді мұнда? Сонда қалай?» Оны да «Жоқ» деген үрейлі дауыс моланың ішін жарып жіберердей жаңғырды. Көзі ақшыраңдап, өңі түршіккен ол моланың есігіне жете бере, босағаға сүйеніп тұрып қалған. Артынша жасаураған жанары бұлдырап, моланың табалдырығына шөкесінен сылқ етіп тізерлей кетті. Сол мезет түлкі тымақты, еңсегей бойлы бір адам бейіттің сыртынан бұған қарсы келе жатты. Тура жүріп келеді. Имақай әлгіден көмек күткендей бір қолын алға соза беріп, «Ескен жан, балам, сенсің бе?» деп кілт тежелді. Келе жатқан адам өзінің ескені секілді. «Апырай, басына тымақ кигені қалай?» деп жасаураған жанарын тақия ұстаған қолымен сүртіп, әлгі адамға тағы да үңілген. «Жоқ, ескен емес. Сонда бұл кім болды?» деп әлгіні еркін тани алмай тесіле қараған Имақай, «Сәдуақас, мынау Сәдуақас қой» деп жанары ақшыраңдап, даусы тұтығып, шошына шалқақтады. Сол сәтте қолтығына қысқан ақ шүберектегі затта сырғып, жерге түсіп бара жатты. «Кеше гөр» деп екі қолын зираттың табалдырығына тіреген қалпы еңсесін көтере ұмтылмақ еді. Бірақ әлі жетпей, қайыра сылқ етіп құлап түсті. Кеудесін көтеріп, ессіз моладан енді қайта шығар түрі жоқ. Көзін қайыра ашқанда әлгі адамның бұдан алыстап бара жатқанын байқады. «Кеше гөр» деп күбірлеген Имақайдың арбиған денесі моланың биік табалдырығына сұлаған қалпы қимылсыз қалды. Бірінші бөлімнің соңы. Жалғасы келесі бөлімде. Канал ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.